Сәлем, міне Рамазан айы да келіп жетті. Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл видеода мен көп адам сұрап жүрген, сұраныс көп түскен Құран күнделігін қалай жазу туралы айтатын боламын. Мен қалай жазатынымды, Құран journaling. Ал кеттік. Құран күнделігін жазу туралы әдетті мен бастағаныма аз уақыт болды, 1-2 ай шамасындай болған шығар. Бұл Құран journaling туралы мен қайдан білдім? Мен YouTube'дан подкасттар, видеолар қараймын, коучтардың және ислами жақтан да. Сол кезде маған осындай видео шықты. Құран journaling деген бір видео шықты, түрік қыздың түсірген. Маған қатты ұнады. Мен бірінші рет білдім өмірімде, бұл не екенін бірінші рет көрдім. Мен де соны бастағым келіп кетті. Құран journaling дегеніміз, ол күнделік жазған сияқты, journaling сияқты. Күнде жазамыз ғой, күнделікке ойларымызды, алған инсайттарымызды, бүгін қандай жақсы нәрселер болды, бүгін мен қандай қателіктер жасадым, ертең қалай мен жақсырақ бола аламын деген сияқты анализ жасаймыз ғой өзіміздің күндерімізге. Сол сияқты Құран күнделігі ол Құран жайлы, Құранмен байланысты, Құрандағы сүрелерден, аяттардан сен қандай сабақ алдың, қандай инсайттар алдың, сол туралы жазасың. Құран күнделігін қалай жазамыз деген бастамастан бұрын біз бірінші Құран дегеніміз не дегенге қысқаша тоқталып өтейік. Бұл мен қазір айтайын деп жатқан Құран жайлы ақпараттар, бұл Secrets of Divine Love деген кітаптан, Хельва деген автордың кітабынан алғанмын. Ол ағылшын тілінде, қазақша аудармасы әлі де жоқ. Сонда Құранға арналған бір бөлім бар. Сол жерден мен арасынан үзіп алған ақпаратымды сіздерге қазақша жеткізе аламын деп сенемін. Неге бұл кітаптың сөздерін мен сіздерге айтқым келіп тұр? Себебі бұл кітап менің жүрегіме жақын болған. Мен әлі де ол кітапты оқып жатырмын. Өте әдемі тілде жазылған, өте көркем тілде жеткізілген исламның қандай дін екенін, Алла тағаланың кім екенін сол туралы толықтай ашып, әдемі түрде жеткізген кітап. Сондықтан Құран деген бөлімі маған қатты ұнады. Барлық бөлімдері әдемі. Осы сіздерге сол әдеміліктің, сол көркем түрде сіздерге Құран туралы ойларды жеткізгім келіп отыр. Құран дегеніміз не? Құран ол Аллах тағаладан бізге жіберілген сүйіспеншілік хаты. Құранда біз жаратылмай тұрып, біз жақсы көру не екенін білмей тұрып, біз Аллах тағаланың кім екенін білмей тұрған кезден, сол кезден бұрын Алла тағаланың бізге деген қаншама жол, сүйіспеншілігінің қаншама жолдарын көрсететін кітап. Құран бір жететін, жету керек бір жетістік, немесе бір үлкен жар қабырға емес, ол терезе. Біз сол Құран арқылы қараймыз әлемге. Және Құранның өзінің ерекше структурасы, ерекше құрылымы, өзінің дизайны, ол адамдардың жүректерін емдейді. Құранның кейбір бөліктері, ол сенің эгоңа қарсы шығады. Ол сенің шектеулі бір өзің қаншама жыл, қаншама уақыт келген, сеніп келген шындық деп ойлаған нәрселеріңді қайтадан ойлауға, соны қайтадан талқыға салуға итермелейді. Және де ол сенің өзінің кім екенін және Алла тағаланың кім екенін ойлап жүрген шектеулі сол суреттерін бәрін бұзады. Құранның кейбір жерлері саған ұнамауы мүмкін. Яғни сенің кейбір жанындағы кейбір бөліктерді триггер жасауы мүмкін. Себебі Құран дегеніміз ол кіршіксіз таза айна. Біз сол айнадан өзіміздің отражениемізді көреміз, рефлексиямызды көреміз. Яғни сен Құранды оқуға өзің қандай нәрселерді алып келесің өзімен бірге, сен соны табасың, сен соны көресің Құранның ішінен. Мысалы, сен өзіңмен кек, өзің бір алшақтық, сондай бір өзің сенбей, ладно, оқып көрейін деп сөйтіп келсең, онда сен сол өзіңнің жүрегіндегі кегіңнің отражениясын табасың Құраннан. Ал егер сен Құранға
махаббатты, сүйіспеншілікті, мейірімділікті отражать етіп, сондай качестволармен келетін болсаң Құранға, онда сен Аллахтың шексіз көркем рахымын, яғни оның көркемділігіне көзің жететін болады. Құран біздің жүректерімізді қалай емдейді? Ол біздің Аллах тағаладан теріс бұрылған жерлерімізге, сол жерлерімізге хабардар болуға, яғни сол жерге саналы хабардар болуға, терең ойлануға, сол теріс бұрылған жерлерімізге алып келеді бізді. Мұнда имам Алидің бір цитатасы бар. A drop of rain can fall into the mouth of a seashell or a snake, but in a seashell it turns into a pearl, and in a snake it turns into a poison. Осы цитаты жаңағы мен айтып кеткен Құранның жүрегіңді қалай емдейтіні жайлы, сен оған қандай көңілмен келесің, соны аласың дегенді толықтай түсіндіреді бұл цитаты. Қазақша айтатын болсақ, ол айтады: жаңбырдың, жауынның бір тамшысы, ол нелер бар ғой, ракушкалар мұхиттағы, сол ракушканың аузына түсуі мүмкін, немесе жыланға да түсуі мүмкін. Бірақ сол бір тамшы, бірдей тамшы жаңбырдың жаңағы ракушканың аузына түскен кезде, ол уақыт өте келе інжуге, яғни жемчугқа айналуы мүмкін. Ал жыланның аузына түскен тамшы, ол уға айналады. Яғни сен өзің қандай, сенің ниетің қандай, соған байланысты. Сен ниетің қандай, сен соны өзің отражение аласың сен. Қандай ниетпен келдің, сен сондай нәрсені өзің табасың, сол нәрсені көресің. Себебі сенің линзаларың тек сондай нәрселерді көруге келген. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қызы Фатима Захраның айтқаны бар. The wisdom in the Quran will take you from the darkness of ignorance to the light of knowledge. Яғни айтады, Құранның даналығы сені надандықтың қараңғылығынан білімнің жарығына алып шығады дейді. Вау! Қасиетті Құран кәрім, ол барлық адамзатқа жіберілген кітап, ондағы білім, ол әр адамға оқу керек. Яғни сен осы өмірде де жақсы өмір сүргің келсе, келесі өмірде де жақсы өмір сүргің келсе, сен осы Құран кәрімнің сөздерін түсінуің керек. Біздің міндетіміз сол Аллах тағаланың бізге жіберілген мейірімділігін, бізге жіберілген берекесін, бізге жіберілген мүмкіндігін пайдалану. Яғни сол Құран кәрімді оқып, тек оқып қана қоймай, оның мағынасын түсу және оның ішінде жазылған нәрселерді практикаға әкелу. Яғни сен өзгеру керексің, трансформация болу керек сенде. Сен Құранды оқып өзгермесең, онда дұрыс түсінбеген шығарсың мағынасын. Сол біздің мақсат. Яғни жақсырақ адам болу, өсу, көркею. Құранды тәпсірлерін оқыған өте керемет. Себебі қазір Құран қаншама тілдерге аударылған ғой. Мысалы Құранның күнделігін жазған кезде оның аудармасымен жұмыс істейміз. Себебі араб тілін мен мысалы өз басым білмеймін, түсінбеймін араб тілін. Бірақ арабша, оригинал арабша тілде Құранның сүрелерін, аяттарын оқыған ол өте керемет нәрсе. Себебі даже физикалық, квантовая физикаға келсек те, біздің жаңағы арабша біз тәпсірлерін оқыған кезде, арабша оқыған кезде, Құранды біз ондай жиіліктер, яғни вибрациялар жібереміз деген сияқты. Біз сол Аллах тағаланың сол жәннатта қолданылған сөздерді біз өзіміздің аузымызбен айтамыз. Яғни біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға берілген чудо дейді ғой. Сол берілген чудоны біз көзбен көрген жоқпыз, бірақ сол чудоны біз қазір өзіміз соны сезіне аламыз. Оны біз аяттарын, сүрелерін арабша оқу арқылы, дауыстай оқу арқылы біз сол чудоны өзіміз сезіне аламыз. Басқа пайғамбарларға, алейхиссаламдарға, оларға берілген белгілі бір дарлар, олар андай, мысалы, Иса алейхиссаламға берілген, ол емдей алатын болған, соқырды көретін қылған, мысалы, тас құсты шың құсқа айналдырған, өлі адамды тірілткен деген сияқты сондай дар берілген.
сол кезде Иса алейхиссаламға. Бірақ ол кездегі адамдар, сол кезде ғана көрген адамдар, солар сенеді да оған. Қазіргі адамдар, қазіргі замандағы адамдар ол чудоны көре алмайды, ол чудоны сезіне алмайды, себебі олар ол кезде болған жоқ, оны көзбен көру керек деген сияқты. Мысалы, Мұса алейхиссалам оның жаңағы дарын сол кездегі адамдар ғана көрген. Оны қазіргі адамдар көре алмайды, себебі біз ол баяғыда болып кеткен. Теңізде екі ортасын екіге бөлгені, тағы да басқа жасаған нәрселері, ол сондай дар берілген оған ол кезде. А біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға берілген дар, чудо, ол осы Құран, яғни тіліне берілген. Оны арабша сол тілмен айтқан, дауыстап, ол чудо. Оны осы Құранның уникальності, осы Құранның ерекшелігі, осы чудоны біз қай заман, қанша жыл өтсе де, ол 1400 жыл бұрын түскен Құранның біз чудосын қазір сезіне аламыз. Өзіміз соның арабшасын дауыстай оқу арқылы. Вау! Бұл деген просто вау ғой. Алып кеттік, бастайық. Құран күнделігін қалай жазамыз? Құран күнделігін жазу үшін сіз өзіңіз бір күнделік бастау керексіз. Таза күнделік, оның ішінде тек Құранға байланысты нәрселерді ғана жазатындай. Сіз оны осындай традиционный түрде қағаз бетіне жаза аласыз, немесе егер айпадыңыз, планшетіңіз болса, цифровой ретінде жаза аласыз Құран күнделігін. Құран күнделігін жазу үшін бізге қандай құралдар керек? Яғни қағаз, жазатын жер, қалам және Құран кәрім. Құран кәрімнің аудармасын аласыз, оны сіз традиционный кітаптан оқи аласыз, қолдана аласыз Құранның аудармасын, немесе онлайн PDF түрінде қарай аласыз, және немесе сәжда деген қосымша бар. Бәрімізде бар ғой, намаздың уақыттарын көрсететін. Соның ішінде Құран деген бөлім бар. Сонда қаншама тілге аударылған, сол тілде қарап, соны пайдалана аласыз. Құран күнделігін жазудың негізгі мақсаты ол әр сүренің әр аяттарына мән беру, яғни әр аяттарынан бір өзіне сабақ алу. Сол мақсаты болып табылады. Бұл яғни сүрелерді, аяттарды сіз тез өтпейсіз, бұл бір уақыт алатын баяу процесс, бірақ саны емес, сапасы. Сапасына қараймыз, яғни сіз әр аятқа тоқталасыз, асықпай, сонда сіз әр аятты жаңағы тәфсирін оқисыз, басқа ұстаздардың сол аят туралы айтқан түсіндірмелерін тыңдайсыз. Одан кейін қорытындылап келіп өзіңіздің алған сабақтарыңызды жазасыз. Мысалы, Pinterestқа жазсаңыз, Quran Journaling деп, Quran Journal деп жазсаңыз, қаншама түрлері шығады. Альхамдулилла, ол жақсы, өте жақсы. Адамдар мысалы оны әдемілеп, көркемдеп, сөйтіп суретте салады, әртүрлі бөлімдерге бөліп қояды. Мен басында солай бастадым. Түрлі түсті қаламдар қолданамын мен. Маған өте қатты ұнайды. Және шамам келгенше суреттерін салып, әдемілеуге тырысамын. Бірақ соңғы уақытта мен тек былай түрлі түсті қаламмен жазып кеттім. Сіз өзіңізге қарайсыз, сізге қалай ұнайды, солай жазсаңыз болады. Мен Құран кәрімдегі сүрелерді кезек-кезегімен оқығым келеді, үйренгім келеді. Мен ең бірінші Фатиха сүресінен бастадым. Одан кейін Бақара сүресі басталды. Қазір мен Бақара сүресінің 25-ші сүресіне аятына келдім. Бүгін мен сізге көрсетемін. Осын Бақара сүресінде маған ұнаған бір аят бар. Қатты жүрегіме жақын алған бір аят бар. Сол аятты қалай жазғаным туралы, мен қандай өзіме сабақ алғаным туралы сіздерге мысал ретінде көрсететін боламын. Сіздер де осы мысалға қарап, кейін өзіңіз Құран күнделігін жаза алатындай. Құран күнделігін жазған кезде мен қандай ресурстарды қолданамын. Мен осы Бақара сүресіне, именно Бақара сүресіне, мен қазір ютубтан 1405 хаджр деген YouTube каналы бар. Негізі Баяна институттың YouTube каналына кіру керек. Сол Нуман Алихан деген ұстазды білетін шығарсыздар. Мен өте жақсы көретін, соның хутбаларын тыңдаймын көп. Сол кісінің бірнеше жыл бұрын түсірген Рамазан айының сериялары бар. Бақара сүресіне тоқталатын. Яғни бір видеода, бір 40-50 минуттық видеода Бақара сүресінің 2-3 аятына тоқталады. Яғни ол араб тілінің ұстазы, араб тілін меңгерген, өзі де арабша сөйлей алады, Құран кәрімді зерттейді.
өзінің Баяна институт дегеніміз, ол өзінің жаңағы студенттерін сол Құранды оқуға, араб тілін оқуға үйрететін сондай өзінің институты бар. Сол серияларын қараймын, және де соны тыңдап болғаннан кейін өзім жаңағы соны қорытындылап, сол туралы өзіме алған сабақтарымды жазамын. Және де Quran.com деген сайт бар. Соның ішінде Құранның әр сүрелері бар. Сол әр сүрелерді басқан кезде мынандай бір значок болады. Сіздерге экранда көрсетемін. Яғни тафсир дегеніміз ол әр аяттың, жаңағы әр аятқа ұстаздардың, зерттеген ғалымдардың түсіндірмелері, яғни толықтай түсіндірмесі, қай уақытта түсті, тарихи жағынан кімге айтылған деген сияқты кішкене толықтай ашады аятты. Ішіндегі арабша сөздердің мағынасын ашады. Сізге жалпы бір картина береді. Себебі сіз егер өзіңіз ешқай жерден оқымай, тек Құранды өзіңіз оқитын болсаңыз, ешқай жақтан қосымша білім алмай, онда сіз қате түсініп қалуыңыз мүмкін Құранды. Себебі Құран кәрімнің ішінде өте терең мағына жатыр да, ол араб тілінде түскен ғой, ал араб тілі өте бай, күрделі тіл. Сол кейде араб тілінің жаңағы оригинал тілдің мағыналарын басқа аудармалар жеткізе алмайды. Яғни олардың күші жетпейді. Мысалы бізге қазақ тіліне аударылған араб тілінің кейбір аяттарын бізге толықтай жеткізе алмайды ол мағынасын. Сондықтан тафсирларды оқығаныңыз дұрыс, және сол араб тілін меңгеретін, Құранды меңгеретін ұстаздардың түсіндірмелерін тыңдағаныңыз дұрыс. Ал енді осы Бақара сүресінің 22-ші аятына тоқталатын болсақ, онда аудармасы былай жазылған. He is the one who has made the earth a place of settlement for you and the sky a canopy, and sends down rain from the sky, causing fruits to grow as a provision for you. So do not knowingly set up equals to Allah in worship. Яғни мен көбінесе ағылшын түрінде қараймын, ағылшын түрінде оқимын. Сондықтан маған информация, ақпарат ағылшын түрінде тезірек жетеді. Сондықтан мен ағылшын тілінде оқимын, және де байқағаныңыздай мен Құран күнделігін ағылшын тілінде жүргіземін. Ең бірінші кезекте, ең бірінші жаңағы идея, ол Аллах Тағала, ол біздің төреміз, яғни мастер, біздің иеміз, біз оның құлымыз. Сол ең бірінші point, сол біз оның құлымыз, ол біздің иеміз. Одан кейін ол біздің жаратушымыз, біз оның жаратылысымыз. Ол мейірімділік беруші, біз мейірімділік қабылдаушымыз деген сияқты. Бірақ осы басқа тілдерде құл деген тіл, құл деген сөз өте әдемі емес мағынада беріледі. Себебі оның тарихы онша емес та, құлдарды соққан, сондай біз солай қабылдаймыз, біз психология ретінде солай қабылдаймыз құл деген сөзді. Сонда бірақ бұнда исламда, Құранда ол құл дегеніміз, ол біздің бір статус. Біз Аллах Тағаланың құлымыз, яғни Аллах Тағала ол бізді жақсы көреді. Ол бізге ешнәрсе жасап керек емес, бізге ешқандай нәрсе должен емес, бірақ ол бізге мейірімділік береді. Ол бізді кешіреді. Біз қанша нәрсе жасасақ та бізге кешіреді. Ал қандай ие, қандай сондай господин қалай құлдарына сондай қараған өмірде тарихта болды ма? Болған жоқ. Ал біз құлдары, біз одан еш нәрсе күтпеуіміз керек. Себебі біз құлмыз деген сияқты. Мысалы, жұмыскерлер, олар жұмыс берушіден зарплата күтеді деген сияқты. Басқа адамдар бірдеңе күтеді әйтеуір бір-бірінен. Бірақ құлдар иесінен еш нәрсе күтпейді. Себебі иесі оларға еш нәрсе беру керек емес. Бұл аятта айтады, Аллах Тағала осы ғаламшарды, осы жерді бізге адамзатқа қолайлы етіп жаратқан. Ол жерді, біз жүретін жерді тікенек қайнап жатқан, ондай ыңғайсыз, сондай қылып жасауға болар еді, бірақ ондай қылып жаратқан жоқ. Ол бізге жерді қолайлы етіп жаратты. Ол тіпті төсек ретінде бізге ұйықтауға болады ол жерде. Біз кез келген жерде палата құрып, кемпинг жасап, бұрында бедуиндар, мысалы наматтар, олар көрпелерін жерге жайып жүріп, аспанның астында ұйықтайтын болған. Бедуиндар бүкіл жерді өздерінің
төсегі деп санаған, өздерінің ұйықтайтын жері деп санаған. Сонда Аллах тағала бізге жерді үй ретінде ғана емес, тынығатын жер, демалатын жер, ұйықтайтын жер ретінде, ұйықтайтын бөлме ретінде бізге жаратқан. Және аспанды, ол қандай әдемі қылып жаратты аспанды. Бізге төбемізді, яғни біз қарай алатын крыша, потолок қандай әдемі бізде. Аспанға қарап көріңізші, бұлттарды қараңызшы, қандай әдемі күндіз. Түнде аспанда жұлдыздар. Ол Аллах тағала бізге оның бәрін әдемі етіп жаратуға міндет емес еді. Бірақ ол сүйіспеншіліктен, махаббаттан бізге сондай әдемі қылып, қолайлы қылып бәрін жаратты. Бізге барлық условиямызды жасап берді. Және ол айтады осы аятта, аспаннан жаңбыр жібереміз дейді. Ол жауын келіп, сендерге әдемі жемістерді береді дейді. Бұл аятта ол жемістерді таңдап тұр сөзді. Шөп емес, басқа бір өсімдік емес, именно жемістерді. Себебі жемістер дегеніміз осы жерде, осы ғаламшарда біз дәмін тата алатын, жей алатын ең тәтті нәрселердің бірі. Біз выживать ету үшін, біз өмір сүру үшін бізге тамақ ішу керек қой. Ол Аллах тағала бізге тамақтарды, сол жемістерді, көкөністерді дәмді қылып жасау керек емес, не обязательно еді негізі, бірақ ол бізге сондай дәмді, тәтті қылып бізге жаратты сол жемістерді. Ол жемістердің түріне қараңызшы сіз, түрі, бет-әлпеті де әдемі. Ол жемістер мысалы бір құрт сияқты сондай ужасный түрлері, страшный жиіркенішті болуға да болар еді. Біз оны бәрібір жеуші едік өмір сүру үшін. Бірақ ол әдемі қылып жаратты бізге жемістерді. Бір апельсинға қараңызшы, ол банан, кокос, соларға қараңызшы, финики. Олардың өзінің әр жемістің өзінің сыртында өзінің несі, оболочкасы бар. Фантигі бар өзінің сыртында, жамылғысы бар. Біз жеген кезде, жемісті соны ашып жеген кезде, ішіндегі пәк, таза жемістер жеміс, тәп-тәтті. Ол сол жемісті шаң-шаң болып жерде жатқан жоқ. Ол сыртына, әрқайсының сыртына оболочка жаратты. Бізге әдемі қылып жаратты сол жемістерді. Тіпті жемістер ағашта өскен кезде жеміс ағаштарына қарағанның өзі қандай әдемі көрініс. Вау ғой! Соның біздің осы адамдарға, біздің табиғат бойынша біз екі ең басты нәрсе бізге керек. Ол ұйқы және тамақ. Сол ең басты біздің керек потребностарымызды, қажеттіліктерімізді Аллах тағала жауып, қандай комфортный қылып, қандай ыңғайлы, қандай әдемі қылып жаратқан. Сонда Аллах тағала айтады, мен сендерге осының барлығын берекелі қылып, осындай сендерге үй бердім, сендерге осылай жемістер бердім. Енді маған қайтадан қайтып келіңдер, қалайша маған сыйынбайсыңдар дейді. Расында да біз Аллах тағалаға қалай осындай бізге берген берекелер үшін біз қалай шүкіршілік етпейміз, қалай алғыс білдірмейміз. Ең қызығы, біз Фатиха сүресінде, Құранның бастапқы ең бірінші сүресінде, намаз оқығанда Фатиха сүресін оқыған кезде біз ол Аллах тағалаға айтып жатқан біздің дұғамыз екен. Біз айтамыз екен, Аллах тағала, біз тек саған ғана сыйынамыз, біз тек сенен ғана көмек сұраймыз, жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көріп, бізді адасқандардың жолына салмай көр деп өзіміз дұға етеміз. Ал Құранның қалған бөлігі ол біздің Аллах тағаланың сол құлдарына, дұғаларына жауап беруі, жауабы. Яғни осы аятта айтып тұр, сендер маған осылай уәде еттіңдер, сендер менен осыны тілеңдер, енді соны орындаңдар дейді. Маған құлшылық жасаңдар, маған шүкіршілік етіңдер, маған сыйыныңдар дейді. Және осы аятта айтады, мен сендерге міне осындай заттарды бердім, енді маған тең қылатындай, менің жаныма қоятындай нәрселерді қоймаңдар дейді. Ол не? Біз кейде адамдар, біз байлықты, ақшаны Құдаймен бірге қоямыз. Біз жаңағы популярность, атақ, абырой, тағы кейбір адамдарды, отбасымызды Аллах тағаламен бірге қоямыз. Кейде жоғарыда қойып жатамыз, Құдайдан жоғарыда қойып жатамыз. Олай істемеңдер дейді. Мен сендерге осының барлығын бердім, сендерге барлық условияны жасадым. Маған сыйыныңдар және маған тең қылып, жаныма ешқандай нәрсе қоймаңдар дейді. Енді бұл аяттан менің өзім алатын қандай сабағым бар? Көп шүкіршілік ету. Яғни байқау, Алла тағаланың бізге, адамзатқа, маған жаратқан нәрселері, күнделікті беріп жатқан маған берекелері, мен тіпті демалып отқан, мен жүрегім соғып отқанның өзіне мен шүкіршілік етуім керек. Себебі оның барлығы Алланың қалауымен, оның барлығы Аллах тағаланың маған деген махаббаты. Соның арқасында мен өмір сүріп жатырмын.
маған көп нәрселер жақсылықтар беріліп жатыр. Әр күн сайын тамағым бар, баспанам бар, соның барлығына шүкіршілік ету. Сол әдеміліктерді, сол жаратқан әдемі аспанды, әдемі жемістерді, сол сұлу нәрселерді байқай білу. Осы мен алған сабағым. Және де тағы да алған сабағым ол Аллах тағаланы ең бірінші орында қою және есінде сақтап жүру. Мен құл екенімді, ол менің ием, мен оның құлымын дегенді. Мен оған осы берілген берекелеріне шүкіршілік етуім керек. Мен сол үшін сыйынамын оған. Мен оған рахмет айтамын. Махаббатқа махаббатпен жауап беремін. Соны есінде сақтауым керек. Және де байқауым керек, ақшаға құнығып кетпей, атаққа құнығып кетпей, басқа адамдарды қатты жақсы көріп, Аллах тағаладан жоғары қойып кетпейтіндей, сондай деңгейге жетпеу үшін өзімді абайлап, бақылап жүруім керек. Осы менің алған сабақтарым. Міне Құран күнделігін жазу деген осы бір аяттың өзінен сіз қаншама сабақ аласыз. Керемет қой, иә? Бұл сіз осылай Құранды оқып, мағынасын, терең мағынасын оқып үйрене аласыз. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осы Рамазан айында көптеген жақсы істер жасаңыз, рухани дамыңыз, күндеріңізді босқа өткізбеңіз. Тек ауыз бекітіп қана қоймай, өзіңіз рухани дамыңыз, рухани өсіңіз, Құран кәрімді оқыңыз, арабшасын, тәпсірін оқыңыз. Осылай мағынасын оқып, Құран күнделігін жазыңыз, көп зікір етіңіз және барлық дұғаларыңыз қабыл болсын. Барлық сұрап жатқан өзіңіздің кешірім сұрап жатқан нәрселеріңіздің бәрі кешірілсін Алла тағаламен. Және оразаларыңыз қабыл болсын, жеңіл болсын барлығы. Рамазан айына жете берейік. Видеом пайдалы болды деп сенемін. Сізге жаңа әдетке идея берді деп ойлаймын. Менімен бірге осылай Құранды оқып үйрене беріңіз. Егер сіз жаңағы қазақ тілінде мүмкін жаңа тафсирларын білетін болсаңыз, қазақ тілінде мүмкін бір ұстаздар бар шығар видеолар, соларды комментарийға жазып кетсеңіз болады. Себебі мен көп білмеймін. Мен көбінесе ағылшын тілінде қараймын. Видеоға комментарийға жазып кетсеңіз, көп рахмет айтар едім сізге. Себебі аудитория қазақ тілінде қарайды. Ал келесі видеода кездескенше, пока-пока, бай-бай.